Заң мен тәртіп, қауіпсіз Қазақстан үшін. Тәртіп қоғамның тынысы, заң халықтың қорғаны, қауіпсіз Қазақстан өзімізден басталады. Мамырдың айлы түні кеудемесін. Күнделікті өмір барлығы қалыпты көрінуі мүмкін, бірақ заңға немқұрайлы қарасақ, тыныш күннің өзі келіп шыға келеді. Жол ережесі жай қағаз емес, оны елемеу бір адамның тағдырын өзгертетін секундтық қателік. Заң жоғалса, қауіп күшейеді. Айналадағы әділетсіздікке көз жұмсақ, ертең сол әділетсіздік біздің есімізді қағады. Бір қарағанға ұсақ, ал шын мәнінде қоғамды бүлдірер үлкен жара. Жемқорлық тек қана ақша алысу емес, ол сенімнің сатылуы, еңбектің құнсыздануы, әділдіктің жоғалуы. Заңсыз қоғамда адал адамның да жолы кесіледі. Егер заң болмаса, хаос билейді. Егер тәртіп болмаса, қауіп күшейеді. Егер әділдік жоғалса, болашақта жоғалады. Бірақ бұл тек ой. Өйткені бізде заң бар, тәртіп бар, әділдік бар. Біздің таңдау қауіпсіз қоғам. Заң сақталған жерде сыйластық бар. Сыйластық бар жерде қауіпсіздік орнайды. Тәртіп үлкен іс емес. Ол күнделікті кішкентай таңдаулардың нәтижесі. Әділ ұстаз, адал қоғамның тірегі, еңбекпен келген баға, шынайы нәтиже, таза білім, таза болашақтың кепілі. Тәртіп бір адамның міндеті емес, ол бәріміздің ортақ мәдениетіміз. Орта түзелсе, ел түзеледі. Жалғыз қаламын деп қорқасың бар ғой сені. Жанайдар Мусин атындағы колледж тек білім ордасы емес, бізді өсіретін, жауапкершілікті үйрететін, азаматтықты қалыптастыратын орта. Мұнда әр студент өз болашағының авторы.